Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде көптен күткен Back to School видеосы. Әрине, мектепке көп адамның барғысы келмейді, мектеп басталғаны көп адамға өкінішті. Бірақ та барлық адам YouTube'да Back to School видеосын жақсы көретіні сөзсіз. Менің арғы жылғы видеомда, егер оны сіздер көрмесеңіздер, мен астына ссылкасын тастап кетемін. Менің арғы жылғы Back to School видеосын міндетті түрде көріңіздер. Мен арғы жылғы видеомда мектепке қатысы жоқ, өте көп заттарды көрсетіп қойған едім. Ол менің өте үлкен қателігім болған. Сондықтан да мен бұл жолы тек қана мектепке қатысты мектеп формаларын, мектепке оқуға керек құрал жабдықтарды ғана көрсетемін. Ал күзге арналған холл ол бөлек болады, яғни күздік заттарға видео бөлек шығады. Бұл видеода тек қана мектеп формасы туралы заттар көрсетемін. Back to School видеосын бастайық. Мен бірінші юбкадан бастайын. Мен арғы жылы менің инстаграмнан көрсеңіздер, мен мынандай юбка киген болатынмын. Юбка солнышко деп аталады. Бірақ та бұл қара түстес және де кішкене қысқалау болғандықтан мектепте болған өте көп мұғалімдер өздерінің қарсылықтарын айтты. Сондықтан да мен біздің формаға түстес тура осындай юбканың көк түсін алған болатынмын. Тура қара юбка сияқты, бірақ көк түстес, яғни біздің мектебіміздің формасына лайықты. Мектебіміздің формасының юбкасы маған мүлдем ұнаған жоқ. Формасы өте қызықты трапеция болатын. Сондықтан да мен ойымша адамда юбка жарасады деп ойлап, мен осындай юбканы киюге алған. Бірақ шын айтқанда мен түсті юбканы өте көп кидім деп айта алмаймын. Ары кетсе 3 апта киген шығармын. Сосын қайтадан қара юбкама көштім. Сосын барып мұғалімдер де ұрысуын қойды. Бірақ та осы жылы мен бірінші рет өмірімде юбка алдым. Бұл бізде қара тік юбка, қара болғанда темный көк болды. Бірінші рет шынымен өмірімде мен бұндай тік юбка киіп көрген болатынмын. Сентябрда кидім, 2 сентябрда. И айта аламын, мен бұрында ойлайтынмын, маған бұндай тік юбкалар жараспайды деп. Бірақ та мен ойымша жарасатын сияқты. Менің инстаграмда салған суреттерден көрген шығарсыздар уже. Білмеймін, бұған қаншалықты ұрыса ма, біздің мектепте ұрыспай ма. Кеше мысалы ұрысқан жоқ. Енді сөйтіп ойлаймыз, болашақта да маған ешкім ештеңе демейді деген ойдамын. Бұл рубашканы мен мамыр айында алған болатынмын. Бірақ ол кезде мен көрсеткен жоқ едім. Вот енді көрсетейін. Бұл просто қысқа жеңді рубашка, ешқандай ештеңкелер жоқ. Мен негізі сондай рубашкаларды жақсы көрем. Және осы жылы тағы да бірінші рет мен рубашка алдым. Яғни көрсеңіздер, бұл уже простой емес. Кішкене шеттерінде заттары бар. Көп тұрғандарыңызда, және де бұл таза ақ емес, кішкене бір рубашкада мындай точкалар бар. Өте матасы өте жұмсақ, өте жеңіл, яғни мен бұны 2 сентябрь күні мен киіп бардым. Өте ыстық болды бізде, және мен күннің астында тұрдық, бірақ мен 1 грамм ыстықтаған жоқпын. Яғни бұл өте жеңіл матасы. Мен бұны, егер де сіздерге қызық болса, Waikiki деген магазиннен алдым. Шымкент қаласында болған, жоқ, Шымкент қаласында болғанда Waikiki-ден алған болатынмын. Мен бұны негізінде алмайтындайдым. Маған мама айтты, өте саған жарасты деп, сондықтан да алдым. Және де өкінген емеспін. Бірінші рет өмірімде осындай кішкене женственный рубашка киіп көрдім, и маған ұнады. Және де соңғы 3-ші рубашка мен алған. Көп тұрғандарыңыздай, бұл енді полностью простая рубашка. Шынымен де артық ештеңкесі жоқ, просто әппақ, таза ақ, ешқандай заты жоқ. Бұл ерлердің рубашкасы, яғни мужская рубашка. Көп адам, мен егер де сіздер бұрыннан көрсеңіздер білесіздер, мен ерлердің киімін киген ұнатамын. Және де мен арғы жылы қыс бойы інімнің рубашкасын киіп шыққан болатын. Сондықтан да осы жылы уже өзім таңдап алдым. Енді рубашкалармен біттік, енді пиджакқа келейік. Бізде пиджак қара түстес. Тоже артық ештеңкесі жоқ, қара пиджак. Бірақ та көп тұрғандарыңыздай, бұл да мужской пиджактарға өте қатты ұқсайды. Бірақ та бұл женский пиджак. Мен бұл пиджакты өте ұзақ іздедім. Шын айтқанда, өйткені маған көп
магазиндерде ұсынылған женский пиджактар қатты ұнаған жоқ, өйткені барлығы слишком женский болған. Маған ондай қатты ұнамайды. Бұл пиджак сенің үстінде үлкен, яғни иығы саған нормально тұрады, бірақ та денесінде үлкен. Как будто сен шынымен де мужской пиджак киіп алғандай көрінетін. Пиджак маған көп пиджак керек болды, және мен оны көп іздедім. Мен бұл пиджакты Mango магазиннен алдым. Егер де сіздер де сондай іздесеңіздер, сондықтан барып алыңыздар. Осымен біздің мектеп формалар бітті. Енді біз дене шынықтыру сабағына келетін заттарды көрсетейін. Так, футболкадан бастайық. Вот, менде бірінші футболка мынандай түстес. Бұл футболканы мен де Waikiki магазиннен Шымкент қаласында алған болатынмын. Негізінде мен бірінші рет осындай түстес, яғни фиолетовый түстес футболка, вообще киім бірінші алған болатынмын. Шабыт беретін жазу, бұл жерде ағылшын тілінен аударғанда жай ғана армандай бермей жұмыс істе деп жазылып тұр. Келесі футболка менде ақ футболка. Бұны мен уже Puma магазиннен алған болатын. Мына жерде көрініп тұр ма білмеймін, мына жерде Puma деп жазылып тұр. Және де мына шеттерінде ода тесіктер бар футболкада, яғни ол дене демалып тұрғанға өте тоже өте жеңіл футболка. Және де фасонын байқасаңыздар, ол денеде үлкен болып тұратын фасонды футболка. Және де сіздерге қызық болса, бұның мынау размер, самый кішкентай размер болған. Нағыз спортқа биге, көп қимылдайтын кезде киетін футболкалардың бірі. Мен толықтай қуаныштымын бұған. Әрине қымбат болды, бірақ та толықтай қуаныштымын бұл футболканы алғаныма. Ал енді кішкене астыға шортыға көшейік. Мен мынандай шорты алдым. Бұны мен ұмытып қалдым қай магазин алғанда. Бұл или Катон, или Waikiki. Вот екеуінің біреуінен алдым, или даже Нью-Йоркердан. Шын айтқан ұмытып қалдым. Вот үшеуін біреуінен алған болатынмын. Өте тоже, қатты қысқа деп алмаймын, өте жеңіл футболка. Жүгіруге, секіруге, любой жаққа кие берсем болады, қорықпай. Сіздерге бір өте қызықты ойын туралы факт айтайын. Мен өте қызықты сондай носкилерді жақсы көрем. Біріншісі мындай носки. Бұл жерде бізде тигрдің суреті салынған. Келесі бізде мындай носки. Бұл жерде уже енот. Вот, келесі мындай носки. Бұл жерде аю. И келесі мыналар қысқа носкилер и ұзындауы, вот мындай. Вот, тағы да так. Келесі бізде мындай носки. Этот миньонның суретіменен. И мындай носки. Бұл уже кішкене. Вот, мына жерінде сеткасы бар. Вот. Фиолетовый тоже түстес. Спортқа мен мұны носкилерді ешқашанда кимеймін. Спортқа просто ақ носкилерді киемін. Және де маған Nike'тан мен мындай носки алдым. Маған ол өте қатты ұнады. Мынау жері маған прям қатты ұнады. Сондықтан да мен алдым. Бірінші пар бізде мындай Vans'тар. Оларды мен кішкене киген болады, сондықтан асты кірлеу. Vans'тар өте танымал болып кеткен. Қазір, наверное, көп адамда бар. Бірақ та бұл өте ыңғайлы аяқ киімдердің бірі. Яғни бұлар қара түстес болғандықтан да барлық киімменен жарасады. Өте ыңғайлы. Бірақ та бұның бір минусы, ол мына жері замыш. Яғни біздің қалаға шуда, шаң басататын шуға бұны киген кішкене ыңғайсыз, өйткені кішкене жүргеннен кейін қатты шаң болып кетеді. Атак өте жақсы, өте ыңғайлы, өте әдемі аяқ киімдердің бірі. Мен бұны алғаныма шынымен де қатты қуаныштымын. Және келесі менің махаббаттарым деп аламын. Ол Adidas'тан алған кроссовкилар. Ой гад, қараңыздар, қандай күшті, простой, самый простой, но сондай ыңғайлы, сондай әдемі, сондай барлық киіммен жарасатын универсальный аяқ киімдердің бірі. Вот, көп тұрғандағыңыздай ол әппақ, кішкене ғана жерінде ғана темный көк түстес знак бар. Stan Smith, яғни бұл Adidas Stan Smith несі аты, егерде десеңіздер. И мына жерінде де солай Stan Smith, соның суреті и знакі бар Adidas деген. Мен қатты қуаныштымын кроссовкилер алғанына. Енді консилерға көшейік. Түледен бастайық.
Бірінші дәптер менде мындай дәптер, бұл жерде өте әдемі мопстың суреті бар. Екінші дәптер бір стильда деп айтсам болады. Бұл жерде өте сондай шабыт беретін сөздер жазылған, өте сондай сочный фруктылардың суреті бар. Мен негізінде мүлдем ешқашанда пәнге арнайы дәптерлер алмаймын, ешқашанда. Бірақ та мен осы жылы мүмкін биология, химия пән таңдап қалатын шығармын деген оймен мен химияға арнайы дәптер алдым. Бұның артында біз Менделеев кестесі бар, толық барлық элементтерменен, және де бірінші беті сондай өте әдемі шөптің үстінде, сондай шынымен өте шөптер өте жақсы берілген. И бірінші беті қараңыздар, қандай өте әдемі. Бұл ерекшелігі оның сыртында емес, ішінде аты жөніңді, барлық данныйларын толтырасың, және де мына жер өте әдемі беріледі. Және де бірінші бетінде барлық шпаргалкалар тоже. Мен сол осы шпаргалкалар үшін алған болатынмын. Неше түрлі қалалар, бұл жерде Нью-Йорк, Бангкок, Париж, Пиза мұнарасы. Және де бұлар мен ойымша өте үлкен мотивация, яғни сен егер де осы қалаларға барғың келсе, сен сабағыңды жақсы оқуың керек. Күнделікке арнайы қап, мына жерде де бізге кітаптың қабы, дәптерге қаптар. Дәптерге де мен простой гелевый ақ аламын. Және де біз жыл сайын пачка ручка и пачка карандаш аламыз. Және де менің осы жылға алған пеналым осындай. Бұл гелевый, және де сыртының бәрі жылтыр. Бұл гелевый, іші де гелевый. Бір нәрсемен сызылып қалса, оны тряпкамен сүртсе, ол кетіп қалады. Бұның ішіне қарайық не бар екенін. Бұл жерде мен осы жылғы бірінші рет тоже самый простой штағыш алдым. Самый простой өшіргіш алдым. Замазка, біздің сыныпта замазкасыз өмір сүру мүмкін емес. Және де қара қызыл паста ручкалар. Мынандай карандаш алдым. Мындай жерінде бір блескесі бар. Білмеймін, прикольно. Қара простой, мысалы мен сияқты қап-қара киініп алған. Мен қара киінген жақсы көрем. Кішкентай ғана бір типа коронкасы бар. Және де мындай маркерлар, меніңше осы жылы бізге керек болады. Фиолетовый, оранжевый и розовый. Менде линейка, әдейі кішкентай линейка, өйткені мына жаққа сыю керек. Мындай стикерлар өте көп, бірдей стикерлар. Бұл стикерларды өте қатты жақсы көрем, өйткені сен кітап оқытқанда, мен сабаққа емес, вообще өзіме алғам. Кітап оқытқан кезінде сен өте жақсы сөздерді көресің, және де осыны алып жабыстырып қоясың, сен сол жерде әрқашан ұмытпайсың. Және де бұның бір жақсы жері, бұлар кітаптан спокойно алынып, қайттан алып тастауға болады, және де ешқандай із қалмайды. Және де мындай папкалар алдым. Білмеймін неге алғанымды, просто мама айта ал деді. Және де мындай өте үлкен дәптерлер, мындай папкалар тоже алдық. Білмеймін, бірақ не үшін екенін алдық. Және де простой 12 парақтық математика, және де 12 парақтық жазу дәптер. Достар, осыменен менің мектепке дайындық видеом аяқталды. Сіздерге, білмеймін, ұнады деген ойдамын. Бұл жолы барлығы өте сондай аз, және де бір бағытта болды. Мектеп деген бағытта мен осы видеоны түсірген болатынмын. Ұнаса лайк басып, мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанмен Ботафай, келесі кездескенше, всем пока.